Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен 12 ай, яғни 1 жасар баланың дамуы жайлы бөлісетін боламын. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз мен үшін маңызды. 1 жас. Балалықтың ең қызық кезеңі. Кеше ғана еңбектеп жүрген балаң бір күні өз бетімен жүріп кетеді де, үйдің әр бұрышын зерттеп жүретін кішкентай адамға айналады. 1 жаста баланың салмағы мен бойы әртүрлі болады. Жалпы алғанда ұл балалардың салмағы шамамен 7-8 келіден 11 келіге дейін. Ал қыз балаларда 7-де 100 килодан 11-де 300 килограммға дейін кездеседі. Бойы көбіне 70-80 см шамасында болады. Бірақ бір санға қарап, баланың дамуын бағалаудың қажеті жоқ. Ал енді ең қызық жер қозғалысы. 1 жаста кейбір балалар әлі сүйеніп жүреді, кейбірі бірнеше қадам жасап жүр. Ал кейбір бала осы кезде-ақ үйдің ішінде зыр жүгіріп, ойнап жүр. Мысалы, тұңғыш ұлым 6 айында отырып, 7 айында еңбектеді. 9 айында дуал жағалап жүріп, 1 жас 1 айында толық жүріп жүгіріп кетті. Ал екінші ұлым 9 айына дейін еңбектемей, тек қана отырып, қажет жеріне партизанша жетіп алатын. Ал бірақ 1 жасында толық жүріп жүгіріп кетті. Яғни әр баланың дамуы ол әр түрлі. 1 жаста бала ойыншықты жай ұстап қана қоймайды. Оның қалай жұмыс істейтінін зерттей бастайды. Қорапты ашу, ішіне бір нәрсе шығару, қайта салу бала үшін кәдімгідей үлкен жаңалық. Ал үйдегі пульт, телефон, қасық сияқты заттар ойыншықтан да қызық. Сөйлеу жағынан да үлкен өзгерістер байқалады. Bir бала бірнеше сөз айтып жүреді, енді біреуі әзірге өз тілінде сөйлеп, бәрін ыммен түсіндіреді. Ең қызығы балаға көп нәрсені біз ойлағаннан жақсы түсіну мүмкін. Атымен шақырсан қарайды, таныс сөздерді ажыратады, қоштасқанда қол бұлғайды. Баланың тамақтануы да біртіндеп әртүрлі бола түседі. Көкөніс, жеміс, ет, жұмыртқа, жарма сияқты әртүрлі тағамдар күнделікті рационда болуы мүмкін. Бірақ әр баланың тәбеті әртүрлі. Bir күні жақсы жейді, келесі күні 2 қасықпен тоқтайды. Ал біздің бір күніміз қалай өтеді десеңіздер, таңертең оянамыз, тамақтанамыз, сосын ойыншықтардың бәрін шашып, үйді зерттеп шығамыз. Серуендейміз, үйге келеміз, тағы тамақ, тағы ойын. Ұйқысы келгенше өзі шаршап, сосын ұйықтап қалады. Негізі осы жаста балаға ең қызықты ойын анасы мен әкесімен бірге өткізген қарапайым уақыттың өзі. Бұл жаста мінезі де анық байқала бастайды. Қуанса бар әлемге көрсетеді, бір нәрсе ұнамаса, оны да бірден білдіреді. Кейде кішкентай ғана бала өз ойын бізге өте анық жеткізетін болып кетеді. Бала бәрін өзі жасағысы келеді. Қасықты өзі ұстайды, стаканды өзі алғысы келеді. Анасы не істесе, соны қайталағысы келеді. Кейде бізге 5 минутта бітетін жұмысты 20 минутқа созып жібереді. Бірақ бала дәл осылай үйреніп жатыр. Ең бастысы, балаларымызды бір-бірімен салыстырмайық. Bir бала ерте жүреді, екіншісі кейінірек сөйлейді. Бірі тез қимылдайды, енді бірі асықпайды. Маңыздысы баланың жалпы дамуын бақылап, қажет болса педиатрмен кеңесіп отыру. Дәл осы жаста жеке тәжірибемізден айтайын. Балам 1 жас 6 айында памперстен шықты. Бұл да біз үшін бір кішкентай емес, үлкен жетістік болды. Қалай үйреттік, не нәрсеге мән бердік, горшокқа қалай қызықтырдық, бұл туралы келесі видеода жеке айтып беремін. Егер сіздің балаңызда осы жаста болса, өз тәжірибеңізді комментарийге жазып кетіңіз. Балаңыз қашан жүрді, алғашқы сөзі қандай болды? Ал келесі видеода горшокқа үйрету және памперстен шығару тәжірибеммен бөлісемін. Кездескенше.